Жекпе-жектің әдемі кадрымен бастағын келіп тұр. Жоқ, бұл емес, мынау. Бола ма? Еркебұлан Тоқтар мен Тимур Никулиннің бокс кешіне келген халық Майк Тайсонның жекпе-жегіне келгендей тез бітті деп ренжіген жоқ па екен? Рингте шоу аз болса да кейінгі шоу қызығырақ болған сынды. Жалпы осы жекпе-жектің хронологиясын бастан аяқ сіздерге айтып, спортшылардың, сарапшылардың, спорт жанашырларының және де осы жергілікті өзбек халқының осы жекпе-жек туралы айтқан пікірлерін сіздерге оқып берейін. Сіздермен бірге не бар не жоғаны және де оның жүргізушісі мен Беклан Маңғол ретінде видеома лайк басып арнама тіркеле кетіңіздер. Сонымен не бар не жоқ. Ташкент қаласында All Stars боксинг ұйымдастыруымен 26 желтоқсанда болған бокс кешінде қаншама жеңісті көздеген боксшылар өнер көрсетті. Ал кештің басты жекпе-жегі ол Еркебұлан Тоқтар мен Тимур Никулиннің айқасы. Жалпы екі боксшыға да тоқталып өтейін. Екеуі де 95 жылғы жігіттер. Еркебұлан Тоқтарды бала кезден айналысып келе жатқан спортшы деп не кәсіби оқыған актер деп те айта алмаймыз. Уақыт өте келе өмірдің ағысымен актерлық шеберлікті де меңгеріп, көптеген сапалы киноларға түсіп, өзін талантты актер ретінде көрсете білді. Камераға тек дайындалған жекпе-жек рөлдерді сомдау аздық еткен соң, дәл сол камераға шынайы жекпе-жектерге шығуды көздеп, ол жақта да жақсы нәтижелерге жетті. Жалпы ММА-де 14 жекпе-жектің 11-інде төреші жеңімпаз деп қолын көтерсе, бокс алаңында осы бүгінгі айқасымен санағанда екі жекпе-жекте де жеңімпаз атанды. Сонымен Еркебұланды актер дейміз бе, әлде жекпе-жектерге шығатын жауынгер деп айтамыз ба? Бұл сұраққа жауапты өзі жақсы білер. Ал біз киноларын көріп жатырмыз, жекпе-жектеріне жанкүйерлік етіп жатырмыз. Енді қарсыласы Тимур Никулин жайлы айтайық. Еркебұланға қарағанда Тимур бокс спортына әлде қайда ертерек жақын болған. Оның бала кезден бастап бокспен жүйелі түрде айналысқаны туралы нақты ақпарат жоқ. Алайда жоғары оқу орнында оқып жүрген кезеңінде белгілі бір деңгейде өнер көрсеткен боксшы болғаны белгілі. ММА аренасында Никулин 32 жекпе-жек өткізіп, оның 23-інде жеңіске жеткен. 7 кездесуде жеңіліс тапса, 2 жекпе-жек тең нәтижемен аяқталған. Ал бокс рингінде осы кешті қоса есептегенде 13 жекпе-жек өткізіп, 9 рет жеңіске жеткен, 2 рет жеңілген және 2 кездесуі тең аяқталған. Нәтижесінде хайп реалити мен хардкор лигаларында чемпион атанып, өзін дәлелдей алған тәжірибелі файтер ретінде танылды. Жекпе-жек күні ресми түрде белгіленген сәттен бастап, екі тараптан да жарнамалық үндер естіле бастады. Әсіресе Тимур Никулин бұл кезеңде өткір әрі орынсыз мәлімдемелермен бастап, пікір алаңын екі жақты қарсыластыққа айналдырып жіберді. Оның кейбір сөздері ел арасынан дау тудырып, жекпе-жекті спорттық бәсекеден гөрі жаулар айқасы ретінде көрсетуге тырысты. Кейінірек бұл видеолардың өшірілгенін байқадық, бәлкім өзде артығырақ кеткенін кейін түсінген болар. Осы мәлімдемелерге жауап ретінде Еркебұлан Тоқтар салқынқандылық танытып, екі ұлтты араластырмайық, бұл тек екіміздің жекпе-жегіміз деп нақты позициясын білдірді. Өзі айдалада тұрады, өзі Россияда тұрады. Қазақтар мен өзбектер қырылыстырып қоймақшы да, қазақтар мен өзбектер қырылыспайды. Не они будут драться, братуха? Не казах с узбеком будет драться. Я дерусь с тобой. Еркебұлан Тоқтар дерется с Тимуром Никулиным. Никулин жекпе-жек нокаутпен аяқталады. Шешуші сәт екінші раундта болады деген болжамдарын алға тартқан еді. На хумой арене я жду тебя. Где я тебя нокаутирую? Уже екінші раундтан кейін уже стойка чады. Планирую во втором-третьем раунде уже закончить. Жекпе-жек күні келді. Екі боксшы ринг ортасында. Бір-бірін жептер арқылы тексеріп, аз-аздан соққы алмасты. Алайда Еркебұланның оң қолымен берген жалғыз бір соққысы дәл тигені соншалықты, бірден Тимурды нокдаунға түсірді. Никулин орнынан тұрды, бірақ жекпе-жекті жалғастыруға дайын емес екені анық байқалды. Осы сәттен кейін менің ойымша Тимур әлі есін толық жинап үлгермеді. Төреші берген 10 секунд тым қысқа болды. Ал есін жия алмаған спортшы қарсыластық көрсете ала ма? Ол түгілі клинч жасауға да шамасы жетпей қалды. Егерде бұл нокдаун болмағанда, немесе нокдаун бола тұра есін жинап үлгерген кезде, жекпе-жек ары қарай басқаша көрінуі мүмкін еді. Тимур Никулин екі лиганың чемпионы, бокспен ертеден айналысқан тәжірибесі мол спортшы. Оның жекпе-жектерін көрген адам ретінде айтарым, оны әлемдік деңгейдегі Ломаченко деп айту артық болар, бірақ белгілі бір деңгейі бар, қалыптасқан боксшы екені даусыз. Бокс рингінде 9 жеңіс, ММА-да 23 жеңіс, жай статистика емес. Алайда дәл осы кеште, дәл осы рингте ол Еркебұланға қарсы ешқандай артықшылығын көрсетіп үлгермеді. Бұл жерде екі ғана нұсқа бар. Не Еркебұлан Тоқтар шын мәнінде жаңа деңгейге көтерілді, не Тимур Никулиннің деңгейі бұл айқас үшін жеткіліксіз болды.
Оның үстіне жекпе-жекке дейін Еркебұланның қазақтың чемпион боксшыларымен бірге жаттығып жүргенін де көрдік. Әлеуметтік желіде Төрехан Сабырханмен жасаған спаррингтері тарап кеткен еді. Ол спаррингтерде рас чемпион атағы бар боксшылармен салыстырғанда Еркебұланның деңгейі төмен көрінген. Бірақ бүгінгі жекпе-жек бір нәрсені анық көрсетті. Чемпион боксшыларды есепке алмасақ, қалған жауынгерлердің басым бөлігінен Еркебұлан әлде қайда мықты. Ал енді басқалардың пікіріне келейік. Алдымен екі боксшы жекпе-жектен кейін не деді? Еркебұлан Тоқтар жекпе-жектен кейін бірден берген сұхбаты. Кіммен шыққың келеді деп мына баладан сұрадым. Еркебұланмен деді ол. Бұл мені өзінің тарихына жазғысы келген, ал мен мұны өзімнің тарихыма жазып кеттім. Менің бапкерім Өзбекстанға бірінші рет келді. Халқы қандай күшті, қандай жылы. Күтіп алып жатыр, тамақ беріп жатыр. Мен ана 4-5 адам үшін бүкіл халық солай деп ойладым дейді. Сол үшін олай ойламаңыздар. Халқы керемет. Мен Өзбекстанды, өзбек халқын жақсы көрем. Біз доспыз. 4-5 адам үшін достықтан айырылмауымыз керек. Дос болуымыз керек, деп сөзін қайырды. Жекпе-жектен кейін біраз уақыттан кейінгі берген сұхбаты. Тимурдың жоспары бойынша мені ұтып, танымалдылығын өсіріп, Өзбекстанға мереке ұйымдастырып беріп, өз елінің алдында құрмет жинау болды. Оның жоспары менің жоспарыммен сәйкес келмейді. Менің жоспарым жекпе-жекті 6 раундқа дейін апарып, төрешілердің шешімімен жеңу, немесе мүмкіндік туса 5-6 раундта нокаутқа түсіріп еді. Менің жоспарым мен Алла тағаланың жоспары қалай? Менің миыма да, түсіме де кірмейтін оқиғаны ұйымдастырып берді. Алла тағалаға рахмет. Одан кейін ұйымдастырушыларға рахмет, одан кейін Өзбекстанға рахмет. Негізі маған үлкен қысым болды. Бұл оңай қарсылас емес. Хардкордың чемпионы талай адамды жеңген деп көптеген спортшылар жазды. Өздерің білесіңдер, хардкор чемпионы дегеннің өзі көп нәрсені білдіреді. Сол кезде өзім де ойланып қалдым. Хардкордағы қарсыластар әлсіз болды ма, әлде мен шынымен мықты болып кеттім бе деп. Бапкерімнен сұрадым. Ол: бауыр, сен мықты болып кеткенсің. Қанша уақыттан бері еңбектеніп жүрсің, тұрақты жаттығу жасап жүрсің. Оның бәрі бекер емес деді. Тимур Никулин: келгендеріңе рахмет. Бүгін сендердің үміттеріңді ақтамадым. Кешірім сұраймын, деп ринг төрінде өте қысқа қайырды. Одан кейін өзінің видеоларында тағы да бірнеше сөздермен жалғады. Жеңілдім, мықты болып ораламын. Көп хейтерлер қуанып жатыр, көбісі қолдап та жатыр. Айтқым келгені, мен шегінбеймін, берілмеймін. Келесі жыл менікі. Енді спорт жанашырлары мен спортшылардың осы жекпе-жек туралы пікірлерін қарастырайық. Бауыржан Тілеухан, арнамыздың адал оқырманы, спорт жанашыры, Тілеухан атымен танымал музыкант. Никулин хардкор мен хайп реалити чемпионы. Шынымды айтсам, Еркебұлан жеңсе де біраз қиналады деп ойлағанмын. Бірақ ол қарсыласы мүлде сезінген жоқ. Оған соққы беруге мүмкіндік те қалдырмады. Еркебұлан Тоқтардың деңгейі қазір геометриялық прогрессиямен өсіп жатыр. Сөздің тура мағынасында ракетадай ұшып барады. Ал бойдан кейінгі сөздері бөлек әңгіме. Бұл нағыз шоу. Ондай адамдар ММА әлеміне өте қажет. Себебі дәл осында жігіттердің арқасында бұл спорт кең аудиторияға қызық бола бастайды. Қазір ММА-ға тек жігіттер емес, қыздар да қызыға бастады. Пікірлерге қарасаң, қыздардың саны өте көп. Айтыңдаршы, қай жауынгердің жекпе-жегінде пікір бөлімінде қыздарды жиі көресің? Бұл да ММА-дің жаңа деңгейге шығып жатқанын көрсетеді. Мухаммед Лаваль, Strike Force X чемпионы, Bellator, Rizin промоушндарының жауынгері болған. Қазақтың Джонни Кейджі, оның флеш панч пен фаталити жасаған көрдіңіздер ме? Бұл мінсіз жеңіс болды. Тимурлан Перматов, Барс атымен танымал ММА жауынгер. Тимур Никулинмен жекпе-жегіңді көрдім. Жеңісіңмен құттықтаймын. Көп адамдар екеуміздің жекпе-жекке шыққанымызды қалады. Бірақ мен ол айтқандарға жауап бергенім жоқ. Себебі сен блогер, актер, артистсің. Мен ондайларды ұрмаймын. Мен кәсіби спортшымын. Алайда Никулинмен жекпе-жегінен кейін көргенім, сенің жақсы тәжірибе жинап алғаның. Екеуміз жақсы жекпе-жек өткізейік. Менімен Тимурмен болғандай болмайды, керісінше болады дейді. Мұхит Амантай, бокстан спорт шебері, бапкер. Кеше ғана Еркебұлан Тоқтар Өзбекстан елінде, Ташкент қаласында бүкіл өзбек, қазақ бауырлардың басын қосып, тамаша жекпе-жек өткізді. Ринг төріне шығып жатқаны, рингте жүргені, бокстасқаны ерекше, нокаутқа құлатқаны үлкен шоу, үлкен жеңіс болды. Әдемі жеңісімен құттықтаймын. Азамат Жоламанов, Азамат спорт жобасының авторы. Менторингс сайтына берген сұхбатына. Маған бірден келген алғашқы ой, ол егер Еркебұлан жекпе-жек мансабын сәл ертерек бастап, белгілі бір базасы болғанда, ол қазір UFC-де өнер көрсетіп, мүмкін
Пимблет сияқты танымал файтер болар еді. Негізі Еркебұлан Никулинді жеңетін білдім, бірақ бірінші раундтың өзінде құлатып нокаутқа түсіреді деп ойламадым. Бұл шынымен таңғаларлық жағдай. Ташкенттегі аренаның оны қалай қолдағаны да өте әсерлі болды. Осы жеңістен кейін Еркебұланды жекпе-жектерге шақырып жүрген өзбекстандық жігіттердің бәрі тынышталады деп ойлаймын. Ерасыл Қайыргелдин, спорт менеджері, Метаринкс сайтына берген сұхбатынан. Гимн орындалып жатқанда Никулиннің қатты қобалжығаны байқалды. Жекпе-жектің алғашқы секундтарынан бастап ол өте қысылып, сенімсіз көрінді. Тимур тәжірибелі боксшы, бірақ Еркебұланның жасағаны сұмдық. Ташкент тоқтар үшін ерекше қалаға айналды. Оның өрлеуінің бастау алған орны. Дәл осы жерде ол октагон турнирінде Абдулазиз Сотвалдиевті нокаутқа жіберіп, алғаш рет өз атын айқын танытқан еді. Бүгін Еркебұлан сол жетістігін қайталады, бірақ бұл жолы бокстағы рингте. Ал енді өзбек халқы не деп жатыр? Жалпы боксшылар өте тез жеңілген соң, көбісі жақсы пікір жазудан бас тартқандай. Арасынан өзіме ұнаған тақырыпқа сай жазылғандарын теріп алдым. Сосын егер дұрыс аудармай қалсам, айып етпеңіздер. Барынша қазақшаға дұрыс аударуға тырыстым. Еркебұлан жақсы дайындалған, спортта мықтылар жеңеді. Інім, әрекет еткеніңді білеміз, рахмет. Бірақ ту көтеріп шығу үшін алдымен сол деңгейге жет. Жеңіп ал. Содан кейін жекпе-жекке шығып, ту көтеруге тәуекел ет. Сонша боксшымыз бар болып тұрып, Никулинді шығарама? Оны өз кім таниды? Егер Еркебұлан боксшы болса, Мұхитдинов Амажановке қарсы шықпады ма? Боксшыға боксшыны қою керек. Еркебұлан қазір бұрынғыдай актер емес, кәсіби боксшы болған. Тимур не істеп қойғаныңды білесің бе? Дұрыс дайындалмасаң, құр сөзбен ештеңе шықпайды. Тек сөйлей бергеннен күрес мықты болмайды. Айтар сөз жоқ, сәттілік тілеймін. Еркебұлан өзінің мықты екенін дәлелдеді. Боғауызсыз, таза күресіп, лайықты қарсылас екенін көрсетті. Ұят, әнұранды дұрыс айталмаған жауынгерді не күтуге болады? Бұл спорт. Еркебұлан тоқтар, бұл баланы жеңгенің бүкіл Өзбекстанды жеңгенің емес. Бір-екі сайқымазақтың оған шақырту тастағаны бүкіл Өзбекстан дегенді білдірмейді. Еркебұлан жеңісің құтты болсын, ешқандай сөз жоқ. Сен бүгінгі кеште 200% жеңіске лайық едің. Құрметті отандастар, жаман сөз жазбаңыздар. Тимур Никулин жақсы жауынгер, оған сәттілік тілейік. Өзбекстанда басқа да мықты боксшылар бар ғой, неге дәл Никулинді жекпе-жекке шығарды? Бір соққыға да жауап бере алмады. Жеңілсең де кем дегенде 3-4 раундқа шыдап тұру керек еді. Өзбекстанның туы тұрды, бәріміздің көңіліміз қатты қалды. Мұндай жекпе-жекті спорттан хабары бар адамға беру керек. Өзбекстанды төмендетпеңдер, деп жергілікті халық осылай өз ойын айтты. Жекпе-жектен кейінгі Голд есімді жауынгермен болған кездесу кешті одан сайын қыздыра түсті. Ахмед Завичевичу за сегодняшний. Следующий, если с голдом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться. Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Hani kütüğünü soçlarıma okarıp gitti. Soçumunu kestirdim sen için. Давай чай була deyildi. Наконец-то. Оған дейінгі видеолары тіпті біраз миллиондаған қаралым жинап тастады. Халықтың күтіп жүрген үлкен жекпе-жегі осау шіркін. Күтейік, көрейік. Сонымен не бар, не жоқ.